Діни білім алу үшін міндетті түрде шетел асу керек пе? Жоқ, әрине. Құрметті достар, бұл Алматы қаласындағы Нұр Мүбарак Египет Ислам мәдениеті университеті. Мысыр мен Қазақстан елінің бірігіп ашқан Орта Азиядағы теңдесі жоқ бірегей университет. 2001 жылы ашылып, содан бері мыңдаған діни маман, исламтанушы, имам, ұстаз осы жерден түлеп ұшты. Мұнда шариғи пәндерді тереңдетіп оқу үшін арнайы Әл-Азхар университетінен 20-дан астам профессор сабақ береді. Ал одан да терең оқимын десеңіз, университет сабағынан бөлек осы ұстаздардан қосымша сабақ өте аласыз. Атап айтар болсақ, араб тілі, Құран ілімі, хадис, фиқ бәрі терең әрі жүйелі түрде оқытылады. Нұр Мүбарак имам болғысы келетіндерге ғана емес, бұл жерде исламтанушы, имам, аудармашы, ұстаз боламын дейтін жандар үшін де нақты жол бар. Нақтырақ айтқанда бұл жерде исламтану, теология, филология және дінтану факультеттері бар. Бұл Нұр Мүбарак университетінің жатақханасы. Мына бөлігінде ер балалар, ал мына бөлігінде қыз балалар тұрады. Ал бұл қыз балалар мен ер балалар бөлек тамақтанатын ризық асханасы. Ал бұл университет жанындағы Нұр Мүбарак мешіті. Шетелге бармай-ақ өз еліңде дін білімін үйрен.